Баршаңызға қайырлы күн. Өзін-өзі әрлеу видео сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін стрелка сызуды үйренеміз. Ең алдымен көзіміздің аяқталған жеріне нүкте қойып аламыз. Дұрыс стрелка шығу үшін видеодағыдай көзімізді жұмып, стрелканы жоғары қарай тартамыз. Ол қастың аяқталған жағына қарай бағытталу керек. Енді келесі нүктелерді қойып шығамыз. Ол қабағымыздың сызығының сәл ғана астынан және линия жүретін жерден нүкте қоямыз. Нүктелерді қойып шықтық. Енді бір келкі тегіс линия жасап алып, нүктелерді бір-бірімен қосып шығамыз. Стрелкамыз аяқталған жерден сәл төменірек нүктелерді қосып шығамыз. Дайын болған форманың ішін сүрмемен толтырамыз. Стрелкамыз теп-тегіс болып шығу үшін оның артық кеткен жерлерін сүртіп шығамыз. Мен бұл жерде дымқыл салфетка қолдандым. Сіздер консилер мен жіңішке қылқалам қолдансаңыздар болады. Енді екінші көзімізге стрелка сызамыз. Тура бірінші көзге стрелка сызғандай нүкте қоямыз, көзімізді жұмып, қасымыз аяқталған бағытқа қарай стрелканы жібереміз. Біздің бірінші стрелкамыз дайын. Одан нүктелерді қойып аламыз. Нүктелерді бірден қосып кетсеңіздер де болады. Өзімізге керекті көлемде ұлғайтып аламыз. Артық кеткен жерлерін дымқыл салфеткамен немесе консилермен кетіп тастаймыз. Туштың көмегімен кірпіктерімізді ұзартып аламыз. Осындай бір келкі тегіс стрелка сыза алмасаңыз, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, уайымдамаңыз. Бірте-бірте қолды үйрете, сіз де дәл осындай теп-тегіс әдемі стрелка сыза алатын боласыз. Менің қолымнан келген іс, демек сіздің де қолыңыздан келеді. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған арайлым.